Бүгінгі шығарылымда ұлттық банктың базалық пайыздық мөлшерлемесі не үшін керек? Қазақстанда несие пайызы неге жоғары? Қазақстанда ипотека алу неге қиын? Түркиядағы экономикалық әлсіреуге не себеп болды? Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге халықтың мақсаты. Өздеріңіз білесіздер, мен сарапшылық жолда жүргеніме және көбінесе осы экономика тақырыбында сұхбат беріп, әртүрлі жерде ой пікір айтып жүргенімді білесіздер. Енді соның барлығын қорта келіп, мынандай бір ойға тұжырымға келдім. Арасында осындай экономиканы қарапайым тілдегі халыққа жеткізіп отыру үшін осындай арнайы танымдық бағыттағы видеолар түсіруді қолға алып жатырмыз. Әрине, сіздердің қолдауларыңыз керек. Бұл ұзақ мерзімде ойланып жүрген дүние енді қолға алып жатқандықтан сіздердің тарапынан жақсы қолдау болып жатса, бізге ол тек қана шабыт беріп тұратын болады. Бүгін сіздерге мен қаржының тақырыптарының ішінде көп айтылатын және көпшілік оны түсіне бермейтін бір тақырыпты айтып бергім келіп отыр. Ол базалық пайыздық мөлшерлеме туралы. Базалық пайыздық мөлшерлеме деген не? Осының төңірегінде қазіргі осы түсіріліп отырған видеода барынша қарапайым етіп түсіндіріп беруге сіздерге тырысамын. Базалық пайыздық мөлшерлеме бұл ақша-несие саясатын сіздер білесіздер, оның негізінен ұлттық банк жүргізеді. Ақша-несие саясатын жүргізуде ұлттық банк қолданылатын негізгі құралы болып табылады. Базалық пайыздық мөлшерлеме арқылы ұлттық банк осы экономикаға белгілі бір дәрежеде ықпал етуге тырысады. Осы базалық пайыздық мөлшерлеме егер көтерілетін болса, төмендейтін болса, онда несиенің пайыздары өзгеріп жатады, депозиттің пайыздары өзгеріп жатады. Сондай-ақ жалпы нарықта, экономикада біраз өзгерістер болып жатады. Енді қалай болатындығын сіздерге айтып өтейін. Ең әуелі осы базалық пайыз деген өзін былай қарапайым тілде түсіндіріп айтуға болады. Ол екінші деңгейлі банктерге, көбінесе коммерциялық банктер дейміз, біз өзіміз несие алатын банктер деп айтамыз. Соларға берілетін пайыздық мөлшерлеме деп айтуға болады. Яғни ол ең төменгі осы нарықтағы пайыз. Егер осы пайыз бекітілетін болса, соныменен екінші деңгейлі банктер ең әуелгі несиесін алады, сосын оның үстіне өзінің пайыздарын қосып, пайдасын қосып, халыққа барып несие береді. Сондықтан да мен сіздерге осы жерде базалық пайыз қалай халыққа әсерін тигізетіндігі туралы айтып өткім келеді. Енді қарапайым ғана түсінікті, егер де ұлттық банк базалық пайыздық мөлшерлемені көтеретін болса, онда нарықта ақшаның құны өседі, қымбат ақша болады. Және де екінші деңгейлі банктердің беретін несиелерінде пайыз өседі. Және де осы тұрғыда айтып отырайық, несиенің ғана пайыз өспейді, сонымен қатар депозиттердің де пайыз өседі. Егер де бұлай қарасаңыз, несие алу қиындай түседі. Ал бір жағынан депозиттердің пайызы өсіп жатса, ол депозит сақтаушылар үшін тиімді болады. Егер керісінше ұлттық банк базалық пайыздық мөлшерлемені төмендететін болса, онда жаңағы екінші деңгейлі банктердің халыққа беретін несиесі төмендейді. Сонымен қатар базалық пайыздық мөлшерлемеде жаңағы депозиттің де пайызы төмендейтін болады. Енді бұл қалай жалпы әсерін тигізетіндігі туралы айтып өтсек. Мысалға айталық, оның негізінен базалық пайыздық мөлшерлеме төмен болғаны халық үшін жақсы. Өйткені арзан несиелер болады. Сіз ипотекаға да үлкен жаңағы үйді де несиеге ала бересіз, жылжымайтын мүлікті. Сонымен қатар көліктің де несиелері, бизнес үшін де несиелердің пайызы түседі. Ол былай қарасаңыз жақсы, халық үшін сол керек. Сондықтан да ұлттық банк соңғы уақыттарда инфляциялық таргеттеу деген саясат жүргізіп отыр. Ол таргет деген сөз кәр қоғамда түсінікті болып қалды ғой. Көбінесе жаңағы нысанаға дөп тигізу деген мағынаны білдіреді. Ал енді ақша-несие саясатында осы базалық пайыздық мөлшерлеме арқылы ол инфляцияны да төмендетуді көздейді. Ал енді осы жерде инфляция мен базалық пайыздық мөлшерлемесінің ара қатынасын түсіндіріп өтейін. Егер де елімізде инфляция төмен болса, тиісінше базалық пайыздық мөлшерлеме төмендейді. Егер инфляция жоғары болып тұратын болса, онда ұлттық банк ақшаны беріп жатқан кезде айтады ғой, инфляция өте жоғары болып жатыр. Онда қалай мен сіздерге тегін ақша беремін, төмен пайызбен. Инфляция жоғары болып тұрған кезде, онда мен жоғары пайызбен жаңағы несие беремін дейді. Ал екінші деңгейлі банктер көп жағдайда осы алған несиені алады да, тұтынушылық несие халыққа берер кезде соны 3-ке көбейте салады. Көп жағдайда. Өйткені бізде білесіздер, заң бойынша 56%-ға дейін
жылдық тиімдік пайыздық мөлшерлемені қоюға мүмкіндік қарастырылған. Осы жағдайда қарап, көптеген жаңағы банктер пайда табу мақсатында 50% деңгейінде жылдық пайызбен халыққа несие беріп жатқан жағдай бар бүгінгі күні. Әрине, сарапшылар болып біз ұсыныс айтып жатырмыз, оның пайызын төмендету керек. Қазіргі уақытта біраз ұсыныстар айтып, жаңағы менің өзім ұсынысым бойынша ол тіпті 30% деңгейіне түсу керек деген мәселені айтып жүрмін. Сол кезде жалпы несиенің өзінде пайыз төмен болады, және халыққа берілетін ауыртпашылық та төмен болады деген. Ал енді екінші жағы бар. Жаңағы базалық пайыздық мөлшерлемеде төмен болса барынша, онда ол халық үшін тиімді. Өткен жылдарда осы базалық пайыздық мөлшерлеме қатты өсті. Әсіресе сол пандемиядан кейінгі уақытта, мынау Ресей мен Украина арасындағы соғыстың әсерінен, осы геосаяси жағдайдың ықпалы барлығы әсер етті де, ұлттық банк 16,75% қойды базалық пайыз. Демек, нарықта одан төмен пайыз жоқ деген сөз. Ол ең төменгі пайыз. Сондай пайызбенен халыққа, былай айтқан кезде, халыққа емес, ол жаңағы екінші деңгейлі банктерге берілетін пайыз. Ал оны екінші деңгейлі банктер алады да, сосын халыққа несиелендіреді. Сондықтан да ипотекалық несиелердің пайызы, былай айтқан кезде 18%-ның үстіне шығып тұрды. Ешқашанда одан төмен болмайды. Бизнеске берілетін несиелерді қарасаңыз, ол да 20%-ның үстінде тұрды. Неге? Өйткені осы базалық пайыздың өзі 16,75% үлкен болып тұр. Сондықтан да біз экономистер болып көп айтып жүрдік, осы базалық пайыздық мөлшерлемені түсіру керек. Сол кезде бизнесқа да арзан несиелер береді, ипотекалық несиелерінде пайыз түседі. Енді көп азаматтар айтады, бизнесқа төмен пайызбен беріледі ғой, мысалға. Даму арқылы 6%-бен, 7%-бен дегендей. Ол қалай дегенде? Ол мынандай, ол жерде банктер ешқандай ұтылмайды. Олар 7%-бен береді, былай айтқанда несиені алушы азамат 7%-бен алуы мүмкін, бірақ та банктің үстіндегі 10%-дық шығынын ол бюджет есебінен жауып береді. Бюджет есебінен былай айтқанда субсидия болады деп айтуға болады. Мінекей осы арқылы нарықта жаңағы жеңілдетілген несиелер туындап отыр. Банктер бұл жерде ешқандай да ұтылмайды. Сондықтан осы базалық пайыздық мөлшерлемені біз неғұрлым төмен ұстайтын болсақ, ол жалпы экономика үшін қолайлы. Неге? Өйткені біз төмен пайызбен арнайы ипотекалық бағдарламаларды жасай аламыз, және де екінші деңгейлі банктерде ипотекалық несиені төмен пайызбен бере бастайтын болады. Бизнеске де төмен пайызбен несие беріле бастайтын болады. Ол экономикалық белсенділікті арттырады. Экономикада егер іскерлік белсенділік артатын болса, онда сөзсіз экономика бірте-бірте өсімге қарай бет алады. Сонда базалық пайыздық мөлшерлеменің төмен болуы осындай жақсы жақтары бар. Бір қиын жағы бар. Неге? Өйткені экономикалық белсенді болып кететін болса, жалпы қатты жүретін болса, өндіріс кеңейеді, көптеген былай айтқан кезде несиелер төмен болатын болса, азаматтар ол көбірек несие ала бастайды. Нәтижесінде ол сұранысты ынталандырып, ол сұранысы инфляциясына алып келуі мүмкін. Яғни оның салдары тағы да бір ақшаның құнсыздан алып келуі мүмкін. Сондықтан да экономикада мынандай бір шешім жоқ, 100% осылай болу керек, бір жақты болу керек, немесе 100% жоқ болу керек, бар болу керек деген келмейді. Экономика ол эквилибриум деген ағылшын терминінен шығады, теңгерімділікті сақтау керек. Яғни ең инфляцияға да қатты жол бермейтіндей, оны реттеп тұратындай, және де бизнесқа да ыңғайлы болатындай, халық үшін де ыңғайлы болатындай, ең нарық үшін тиімді пайызды теңгерімдік бағамын айқындап бекіту деген сөз. Мінекей осыны ақша несие саясатында жалпы осындай үлкен рөлі бар, осындай базалық пайыздық мөлшерлеме туралы айтып өтпеске болмайды. Бұның жалпы қарап отырсаңыздар, біздің кәдімгі өзіміздің тұрмыс тіршілігімізге қалай әсер етіп жатқандығы түсінікті болып тұр ғой қазір. Ал былай қарайтын болсақ, оның жалпы қор нарығына да әсері бар. Мысалға қалай дейсіздер ғой? Қор нарығында акциялар, облигациялар деген инструменттер бар. Және де бірінші облигацияларға қатысты айтайық, қалай әсер етуі мүмкін. Жаңағы базалық пайыздық мөлшерлемеден деңгейінде Қаржы министрлігі облигациялық инструменттер. Облигация дегеніміз бұл құнды қағаз, яғни қарыз ақша деп айтылуға да болады. Құнды қағаз шығарып, соны сондай пайызбен жаңағы келісім жасалынады. Облигациялық инструментті сіз егер сатып алып жатқан болсаңыз, сізбен нақты келісім шарт жасалынып, шартты түрде 2 жылға, мысалға осындай 18%-бен сізге кірістілік қамтамасыз етіледі деген келісім болады. Сондықтан облигацияның әсер ететіні базалық пайыздық мөлшермен неғұрлым жоғары болатын болса, онда облигациялық инструментінде пайыз жоғары болады да.
Тиісінше көптеген инвесторлар қатты тәуекелге бармай-ақ қызықты құнды қағазда ақшаны ұстауды жөн көреді. Сосын облигациялық инструменттерді көп сатып ала бастайды. Құрметті достар, сіздермен бүгін базалық пайыздық мөлшерлеме туралы жан-жақты талқылап өттік. Егер қызық болған болса, міндетті түрде лайк басамыз, комментарий жазыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер, тағы қандай тақырыптар туралы білгілеріңіз келеді. Қалдырыңыздар, міндетті түрде сол тақырыптардың аясында жаңа видеолар түсіруге тырысамыз, және де барынша бөлісіп отырсаңыздар. Сонымен қатар, келесі жолы тақырыбымыз біздің ақша тарихына қатысты. Хош, сау болыңыздар.